Қайырлы күн достар, бүгін мен сіздерге ресторанский пиццаның рецептісін ұсынатын боламын. Қараңыздар, қандай керемет жұмсақ болып шыққан пицца оңай жасалатын болады. Видеоның соңына дейін қарап менімен бірге болыңыздар және де міндетті түрде жасап көріңіздер. Өте дәмді пицца. Достар, алдымен каналға тіркеліп алып, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Енді қамыр ашытуға кірісе берейік. Жылы сумен жылы сүтті араластырып, бір қасық тұз және де бір жұмыртқамызды қосып, жақсылап араластырып аламыз да, бір қасықты толтырмай дрожь салып, араластырып ұнымызды қосып, жұмсақ етіп, қамыр илеп ашытып қоятын боламыз. Бұл пиццаны жасағанда бір ерекшелігі қамырды осы ашытпай жатып, барлығын бірге ашытпай жатып, осы қамырды үшке бөліп аламыз да, бетін майлап, сразу пергаментін бумаганың үстіне қойып ашытатын боламыз. Қамырды жұмсақ қылып, видеода көріп тұрғандарыңыздай кішкене қолға жабысып тұрғаны дұрыс. Қамырдың үстіне кішкене ғана май қосып, барлық жеріне майымызды тегізіп аламыз да, бетін пакетпен жауып, 1 сағатқа, 1-1,5 сағатқа қойып қоятын боламыз. Қамыр осы жерде өзі әдемі болып көтеріледі. Қамырдың үстіне май қосқан себебіміз қазір бұл қамырды оқтаумен емес, қолмен жайып алатын боламыз. Сол кезде жұмсақ болып, ешқандай қиналмастан оңай қолмен жайып алатын боламыз. Қамырды ашыт болған соң соус жасауға кірсек, қызып тұрған ыдысымызға майымызды құйып, 2 ас қасық томатный паста қосамыз да, артынан 1 қасық кетчуп қосамыз. Соусты қайта-қайта араластырып тұруды ұмытпаңыздар, және де осылай қою болып бара жатса, 2 қасық су қосып жіберсеңіздер болады. Артынан кішкене ғана тұз қосып, жарты қасық орегано қосамыз, және де одан кейін 1 қасық приправа для пиццы деген бар, соны алып қоссаңыздар, пиццаға ерекше дәм беретін болады. Соустың шамасына қарап 2 қасық су қосып жіберсеңіздер болады. Өйткені соус қатты қою болып қалмау керек. Кішкене видеода көріп тұрғандарыңыздай сұйықтау болғаны дұрыс. Мінекей достар, қамырымызды әдемі болып көтеріліп, ашып қалды. Енді осы қамырды алып, сразу пергаментный бумаганың үстіне қойып, қолмен жайып шығатын боламыз. Көріп тұрғандарыңыздай, қамырға май қосқандықтан, қамырымыз оңай жайылып жатыр. Бұл жерде майды, осы қамырды оңай жаю үшін қостық. Егер де май қоспасаңыздар, қамырларыңыз кішкене тырысып, жайылмай қалатын болады. Сол себепті де май қосуды ұмытпаңыздар.
теркадан сырды өткізіп, колбасаны турап, пиццаны жасай беруге кірісеміз. Алдымен пиццаға соусымызды жағып аламыз да, кейін бірінші сыр қосамыз, үстінен колбасаны қойып шығатын боламыз. Духовканы қыздырып қоюды ұмытпаңыздар. Бұл пиццаны 10 минуттың ішінде барынша қызып тұрған духовкада пісіріп алатын боламыз. Духовканы 180-200 градусқа қойып жүрмеңіздер. Менің духовкам барынша 320 градусқа дейін қызады екен. Сол 320 градусқа қойып пісіріп алдым. Егер де сіздердің духовкаларыңыз 250 немесе 280 градусқа дейін қызатын болса, сол барынша қызатын градусқа қойып пісіріп аласыздар. Пиццаны духовканың листіне салатын кезде абайлаңыздар. Қамыр өте жұмсақ болғандықтан кішкене шашылып кетуі мүмкін. Сол себепті де пиццаға сыр, колбасаны қоспай жатып, қамырды сразу листке қойып алсаңыздар ыңғайлы болады. Ал енді екінші пиццаны жасауға кірісейік. Мен бұл жерде колбасаны осылай майдалап, кубиктап турап алдым. Біздің үйдегі бала-шаға помидор жемейтін болғандықтан ондай нәрсе қоспадым, тек колбаса, сыр. Ал сіздер өз қалауларыңызша қоса берсеңіздер болады. Мен екінші пиццаға бірінші сырды қосқан жоқпын. Бірінші колбаса, кейін үстіне сыр қосып шықтым. Мінекей достар, пиццамыз да дайын болды. Қамыры да жұмсақ болып шыққан. Және де жаңағы соусқа қосқан орегано және де приправа для пиццайды қосқандықтан пиццамыз дәл ресторандағыдай өте дәмді болып шықты. Видеода көріп тұрғандарыңыздай пиццаның дәмді болып шыққаны түрінен ақ көрініп тұр. Достар, міндетті түрде жасап көріңіздер және де менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар.